Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер. Бүгінгі өтетін дәрсіміз мәт және мәт әріптері. Мәт дегеніміз не? Мәт дегеніміз дыбысты созып оқу, яғни созу деген сөз. Мәт әріптері үшеу. Олар әлиф, вау, я. Яғни осы үш әріп мәт әріптері деп айтылады. Бірінші, әлифке келетін болсақ, әлиф қашан мәт болады? Әлиф сүкінді болып, әлифтен алдыңғы әріп фәтқалы болатын болса, әлиф мәт болады, яғни созылады. Ол қалай оқылады? Уәмә ләнә деп бір әріп мөлшерінде созамыз. Вау қашан мәт болады? Вау сүкінді болып, ваудан алдыңғы әріптің харекеті даммалы болатын болса, вау мәт болады, созылады. Куну деп бір әріп мөлшерінде созамыз. Яй қашан мәт болады? Яй сүкінді болып, яйдан алдыңғы әріптің харекеті кәсіра болатын болса, яй мәт болады, яғни созылып оқылады. Ләфи, наим. Яй сүкінді болып, яйдан алдыңғы әріптің харекеті кәсіра болатын болса, яй мәт болады. Наим, ләфи, наим деп бір әріп мөлшерінде созамыз. Құрметті жамағат, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісімізде кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.